Қытай ойшылы Лао Цзидің әңгімесі. Бір ауылда жасы егде тартқан, самайын қырау шалған қарт кісі тұрыпты. Тұрмысы жұпыны, күнкөрісі төмен кедей екен. Бірақ оның атырапқа жүйріктігімен аты шыққан сәйгүлігі болыпты. Әлгі дүлдүл атқа патшаның да қызыққаны соншалық, тіпті қазынасының тең жартысына айырбасты десе де, кедей байғұс ат тонын ала қашып көнбей қойыпты. Атын сұратып келгендерге ол: "Бұл менің жай атым емес, ол мен үшін досты сатуға бола ма екен?" деп жолатпайтын көрінеді. Шал бір күні таңертең қараса, қорадағы аты ұшты-күйлі жоқ. Немене дегенше жиналып қалған ауыл адамдары: "Әй шал, сен ақылыңнан алжасқан боларсың сірә. Әйтпесе әркімнің көзі түсе бастағаннан-ақ сол аттың жоғалатынын ертерек білсең болмас па еді? Одан да патшаға сатқаныңда ғой. Қалған өміріңде не ішем, не кием демей балқып-шалқып өтер едің. Енді мынау отырсың, не ақшаң жоқ, не атың жоқ" деп дүрсе қоя беріпті. Қарт ойланып: "Сендер шешім айтуға бұлай асықпаңдар" депті. "Азар болса ат қана жоғалар, ар жағы не болатынын, неге апаратынын қайдан білесіңдер? Әрі-беріден кейін сол аттың аяқ астына жоғалғанның өзі не бақ, не сор екендігіне көздерің жетіп тұрған жоқ қой" деп оларды сабырға шақырыпты. Ауыл адамдары шалдың сөзін мазаққа айналдырып әбден күлісіпті. Арадан 1-2 апта өтпей жатып, бір түні ат үйге оралады. Сөйтсе, аттың өздігінен босап тауға қашып кеткен болмаса, оны ешкім ұрламаған екен. Ал ат болса, өзімен бірге таудағы 12 иесіз жабайы жылқыларды да үйіріп алып келіпті. Бұны көрген ауыл адамдар жиналып кеп, қарттан кешірім сұрапты. "Сенің айтқандарың рас шықты. Атыңның жоғалғаны сен үшін сор емес, қайта бақ болды. Аяқ астынан бір үйір жылқыға ие болып байып шыға келдің" десіпті. Қарт басын шайқап: "Сендер шешім айтуға тағы да тағатсызданып тұрсыңдар. Аты табылыпты, өзі қайтып келіпті деп осыны ғана айтыңдар. Әріге бармаңдар. Әзірше бізге анығы осы емес пе? Ар жағы не боларын, неге ұласарын кім біліпті? Бір кітапты ашпай жатып, бір сөзін оқи сала, мына кітап түгелде мына жайлы екен деп кесіп-пішіп айтуға бола ма екен?" деп жиналғандарды тағы да әліптің артын бағуға шақырыпты. Ауыл адамдары бұл жолы қартты көзінше мазақтамапты. Іштерінен: "Ай, осы шамасы ақмақ-ау" деп тарқасады. Бір апта өтер-өтпестен жабайы аттарды қолға үйретем деп жүріп, қарттың жалғыз баласы аттан құлап аяғын сындырып алады. Үйін жан-жақты бақтырып отырған жалғыз баласының аяғын сындырып алып, ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалғанын естіген ауыл адамдары қартқа: "Сенің әнеугүні айтқаныңның сол күйі рас екен. Балаң енді аяғы жарай қоймай, көп уақыт емделіп жатар болса, сенің күнің тіптен қараң болады екен" деп мүсіркеседі. Қарт болса: "Сендер әлі де кесіп-пішіп шешім айтып қоюға асықпайды екенсіңдер" депті. "Баламның аяғын сындырғаны әзірше бізге мәлім болғаны ғана. Ал ары қарай не болар бізге беймәлім. Тіпті болжауға да дәрменсізбіз. Өмірде де осындай ұсақ-түйек нәрселерден басталып, ар жағы неге апарып соқтырары белгісіз жайттар жиі кездеспей ме" депті. Бірнеше аптадан кейін ел шетіне өздерінен сан жағынан да қару жағынан да бірнеше есе басым жау тиіп, күтпеген жерден алапат соғыс басталып кетеді. Патшаның соңғы үміті қолына қару ұстай алған бүкіл жастарды соғыс майданына салу ғана болыпты. Ауыл-ауылды аралаған патша шабармандары аяғы сынған кедейдің баласынан басқа ауылдағы жас атаулының бәрін тізіп тұрып соғысқа кетеді. Ауылды мұң басады. Өйткені мыңғырған жауды жеңу бұл жолы тіпте мүмкін емес екендігін, әрі соғысқа кеткен балаларының не қаза табатынын, не жау қолына тұтқын болып түсерін ел жақсы білсе керек. Ауыл адамдары тағы да қартқа келіп: "Сенің айтқаның тағы да рас шықты" депті. "Балаңның аяғы сынса да әйтеуір қасыңда, көз алдыңда болатыны жаныңа жұбаныш емес пе? Ал біздің балаларымыздың соғыстан өлмей, не тұтқынға түспей аман-есен үйге оралуы екіталай. Баланың аттан құлап аяғын сындыруы сен үшін қайғы емес, қайта қуаныш болды" десіпті. Сонда қарт: "Сендер-ақ әйтеуір тон пішіп тез шешім айтуға құмар екенсіңдер" деп тағы ренжіпті. "Әзірше бізге мәлім бірақ шындықтың бар екені белгілі. Ол менің баламның қасымда, ал сендердің балаларың әскерде екендігі. Алайда бұлардың да түбінде қайсысы бақ, қайсысы сор екендігін бір ғана Алла біледі" деген екен.